Баршаңызға сәлем, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен бірге өте дәмді әрі жұп-жұмсақ болып шығатын құймақтарды, яғни оладьи дайындайтын боламыз. Алдымен ыдысымызға бір жұмыртқаны жарып, оған 2,5 ас қасық қант салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Шым-шым тұз салып, тағы да кішкене араластырамыз. Содан соң бөлме температурасындағы айранды, яғни менде 2,5% айран, 1 және 2,5% айранды қолдансаңыздар болады, құйып, жақсылап араластырып аламыз венчиктің көмегімен. Ұнымызға ванилинді қосып, електен асықпай салып араластырып отырамыз. Ұнның барлығын қоспаймыз, біртіндеп салып отырыңыздар. Ұн әркімде әртүрлі, кейбіреуіне көп, кейбіреуіне аз қажет етеді. Массамыздың консистенциясы қаймақ тәрізді болып шығу керек. Содан соң жарты шай қасық ас содасын салып, тағы да кішкене араластырып, 10 минутқа қойып қойыңыздар. Сол кезде массамыз 2-3 есе көтеріледі. Мен салфан пакетке массамды осылай салып шығамын, өзіме ыңғайлы болу үшін. Енді табамызға сұйық майды құйып, кішкене қыздырып, содан соң құймақтарымызды осылайынан салып шығамыз. Маған ыңғайлы болу үшін мен осылайынан салдым. Ас қасықпен де негізі салып шығуға болады. Өздеріңізге қалай ыңғайлы, солай қолдансаңыздар болады. Орташа отта бетін жауып, кішкене қуырып аламыз. Құймақтардың асты қызарды. Менде шамамен 3-4 минутта уақыт кетті. Енді екінші бетіне аударып, шамамен 1-2 минутта қуырып аламыз. Үстіңгі беті астына қарағанда тез піседі. Міне құймақтарымыз дайын болды. Енді тарелкеге салып шығамыз. Құймақтарыңыз қатты майлы болмас үшін қағаз сүлгіге салып қойсаңыздар болады. Міне құймақтар дайын болды. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Дәмі керемет болып шығады. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк, комментарий қалдырып, маған тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен Лаура.